Сәлем достар, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оқырманның қысқаша оқиғасы. Кеш қалған махаббат. Айдана мен Данияр алғаш мектепте танысқан. Екеуі бір партада отырып, болашақта бірге өмір құруды армандайтын. Не болса да қасымнан табыласың деп Данияр айтатын. Айдана сол сөзге сенетін. Мектеп бітті. Данияр қалаға оқуға кетеді, ал Айдана ауылда қалып жұмысқа шығады. Екі жүрек бір-бірін сағынады. Хаттар, түнгі қоңыраулар. Үйленеміз деп жоспар құрады. Бірақ қала Даниярды өзгерте бастады. Қымбат орта, басқа дүние. Ақшасы жетпей, Айданадан жиі сұрайтын болды. Айдана болса, екеуміз ғой, болашағымыз үшін деп барын беретін. Анасынан тығып алып, жалақысын түгел жіберетін. Ол үшін Данияр өмірдегі жалғыз сүйгені еді. Бірақ бір күні Айдана күтпеген жерден қалаға барады. Даниярға қуаныш сыйламақ болады. Қала көшесінің бірінде оны көреді қолтықтаған басқа қызбен. Жымиып тұр, қолында Айдана жіберген ақша қалған қымбат сыйлық. Айдананың жүрегі қақ айырылғандай болды. Ештеңе айтпай бұрылды да кетті. Түн бойы жатақхана терезесінен қала шамдарына қарап жылады. Бірнеше күннен кейін Данияр хабарласты. Айдана, кешір. Ол уақытша. Мен сені әлі де жақсы көремін. Қыз ауыр тыныстап. Сүйсең, сатпайсың. Сен мені ақшаға айырбастадың. Сол сөзден кейін үнсіздік. Екеуі де бітті екенін түсінді. Айдана ауылға қайтып келді. Бірақ жүрегіндегі жара жазылмады. Сабағын жартылай тастап жұмысында қалдырды. Көзіндегі от сөне бастады. Жүрегі ауырған сайын өмірден алыстай берді. Бірнеше айдан соң ауыр сырқатқа шалдықты. Жанында анасы ғана. Соңғы күнде ол жымиып, мен әлі де оны кешірдім. Бірақ жүрегім көтере алмады деді. Айдана сол түні көзін мәңгі жұмды. Кейін Данияр қаладан қайтып келгенде бәрі кешеді. Қабірдің басына келіп, мен сені күттім деп ойладым. Сен мені күтпедің емес, мен сені жоғалттым деп жылады.